Пештің желкесінде тұрған құманды құлағынан ұстады да кепсін сүйретіп тысқа шықты. Дала мақпал түннің құшағында маулығады. Жұлдыздар қара отқа жосаған қойдай қара аспанда жайылып жатыр. Ай жарықтық аяңдап барады. Қой түгендеп жүрген қойшы секілді құдды. Қора жақта сиыр ыңыранып жылқы пысқырынды. Иттер құбыла беттен қасқыр көргендей шабалана үреді. Сол тұстан әлдене қараңдағандай болды. Селк ете қалды, бірақ анықтап қарамады. Иттер, иттер, иттен бетерсіңдер ғой деп зілсіз күрсінді де үй айналып кетті. Асықпай дәрет алды. Тырп-тырп басып қораға беттеп келеді. Қораның қарсы алдында ағараңдап бір белгі тұр. Электр бағанының бетонынан құйылған іргетасы. Кісі бойынан сәл асатын бағанды көлік қаққан. Әлде мал сүйкенген, не де болса құлшылық қылған пендедей құбылаға қарай сәл-пәл қисайып қалыпты. Басындағы сымын металл жинаушылар 90-шы жылдың тоқырауында сыпырып кеткен. Бөренесі біреудің ошағында отқа жағылды, немесе белағаш болып қорасына қағылды. Ендігі қалған түбіртек ат байлап бұзау арқандауға жарап тұр. Мал біткен мойын қасып арқа үйкелеген қызығын көреді. Иттер де қалыспайды. Әрі өткен бері өткенде аяғын тіреп сарып кетеді. Иттер әлі үріп жатыр. Иесіне арқа тұтып сес көрсететіндей дауыстарында айбар бар. Ит құрлы болмадым-ау, мәу демедім. Менен көрі бұлар жақсы. Балақтан алып балтырдан қанытпаса да қырдан даусын асырып қыр көрсетіп қояды деп күбірледі. Жан қалтасынан орамал суырып беті қолын сүртті. Шоқша сақалын саумалдап тарап еді, бір-екеуі жұлынып, саусағына ілге кеткені. Ай жарығымен ақ қылшық анық көрініп тұр. Таудан ұрған таңғы самалдың ырғағымен иіліп жазылып діріл қағады. Сақалын тағы саумалады. Бүкіл ауыл ақ киіз ақ сарбас айтып, имандыққа тағайындаған кеше ғана еді. Зырылдап, зырқырап 40 жыл өтіпті. Ол кезде орда бұзар 30-дың жайлауында жаңадан қоныс тіккен. Бала молда деген ат сол кезден қалған жұрнақ. Жүзіне салмақты арту үшін иегінде түбітті де қатарластарынан ертерек қондырды. Содан берде бетін жалаңыштап көрмепті. Содан берде сақал саумал әдетке еніпті. Бастапқыда сақал мұрты қарғаның қанатындай қап-қара еді. Бірте-бірте бурыл тартып, бүгінде бор жаққандай әппақ. Бұл сақалмен қайда бармады, не көрмеді, не істемеді. Туғанына азан шақырып атта қойды. Өлгеннің иман суын ұрттатып, жаназасын шығарды. Талай мықтының төрінің басында осы сақалын желбіретіп, желпініп отырды. Талай марқұмның көрінің қасында сай сүйегі сырқыратып Құран оқыды. Арғы бетте алған ілім құдайсыз қоғамнан құтылған жұрттың жыртығына жамау болып, ол кісінің орнын толтырғаны өз алдында. Қарахан басына абырой, қара сирақ ол қызына ырзық болған. Шекарадан өткелі естіп келген Қытай деген қыжыртпадан құтылды. Бірде екілі ішіп алып, лепірген тентектерді молданы тілдедің деп, ауыл естиярының өзі-ақ тізгіндеп езуін тілді. Етектегі тасы өрге домалап, есіктегі басы төрге озған. Дақпыртты ауылдан асып ауданға жетті. Одан арыға кетті. Ол дақпыртты таратқан осындағы азғантай ағайын. Шәуешекте оқыған аспеттеп, Бұхар барған, көкілташ көрген, Меккеде болғанмен бірдей. Бағалаған, әрі соған өздері иланып, өзгенде иландырған. Бұл да тойдан батасын, астан дұғасын аяған емес. Сонысымен ақ кең қолтық, елге сүйкімді өтіп жақсы атты жайылды. Сақалын саумаланған Құдайдың сөзін сауда қылмайтын молда деп жұрт сыртына мақтайтын. Тістеп тартып, шұқып шымшып, тиіскіш келетін даукестердің талауына бермей әркез жақтайтын. Ондайды естіп, көрген сайын еңсесі өсушеді. Бірақ сыртқа сыр алдырмайтын. Атқа жеңілдік танытқан жоқ. Нығызданған үстіне нығызданып, жастығына қарай сабырына сабыр, салмағына салмақ қосты. Бергенін алатын, бермегені қалатын. Өлім жітім жиын тойдан құр қайтқан кезі сирек. Ағайын айдатпаса да жетектетіп жіберетін үнемі. Мұныңа да шүкір, бергеніне тәубе деп езу тартты. Байқаса сақалын әлі саумалап отыр екен. Әлгі қос қылыштың қасына тағы бір екеуі қосылыпты. Екінші қолмен бәрін бір жерге жинады да ширатып келіп жіберді. Жерге түсіп үлгермеді. Қылшықтарды жел қағып әкетті. Барыңдар, менен безінбеген енді сендер қалып едіңдер деді. Түсін қайта суытып. Қылшықтар қалықтап барып қараңғылыққа сіңіп кетті. Сыртқы есік сықыр етіп ашылған. Ағараңдап біреу шықты. Қыз екен. Шкөлегінің етегін жел қағып желп-желп етеді. Таңғы суықтан жаураған секілді бүрсіп алыпты. Атау, әуәке,
Апам қайда? Қазір келеді әке. Біреумен сөйлесіп жатқандай болдыңыз ғой. Жоқ, өзім ғой, өзім. Намаздың уақыты болды, сағатыңыз шырылдады. Жақсы, қазір барайын. Қазір әке. Ескі арбаның сүйегін сықырлатып, қалбалақтай түрегелді. Өзінің де буын-буыны ән салып кеткен. Әлгінде даусым қаттырақ шығып, сөздерімді естіп қоймадым екен. Мына қыз деп өзінен өзі қысылды. Азан шақыруға бет алғанда белдесер балуандай сипалана қалатын әдет еді. Үсті басын қағынып, білегін жүре тұрып, талтайып тұрып, азан айтқанда ауыл шалдар аузын ашып көзін жұмып құлағын түретін. Па шіркін, Молдекеңнің мақамын дейтін. Бірі бата жасап бет сипаған соң күбірлеп, қирағатын айтсаңшы, қирағатын. Құйқаңды шымырлатады ғой тегі деп, оны екіншісі қоштайтын. Әй, мен білсем, мұндай дауыс біздің аудан тұрма Қазақстанда да жоқ, дейтін үшіншісі сенімді түрде. Әрі алдындағы екеудей күбірлеп сыбырламай-ақ елге естірте сөйлейтін. Аналардан асырып айттым ба, ендігі кезек сендерде дегендей жан-жағына қораздана қараушы еді. Артынша тамсанған, таң қалғандар қозыша жамырап қошемет айтуға кіріседі. Бірінің қолтығынан бірі демеп, орындарынан көтеріліп намазға тұрушы еді. Бірі кеңсе сағалаған, белсенді, екіншісі қара жұмысқа піскен шаруа, тағы бірі трактор айдаған, комбайн мінген, қырман күзеткен, қой баққан, жылқы қуған. Әйтеуір колхозға қызмет етіп, жас кезінде құдаймен ісі болмаған адамдар бәрі. Тек зейнетке шығып, бұл дүниенің шаруасынан шеттетілгелі о дүниені ойлай бастаған. Әліппеден әріп үйренген баладай, әптиек ақтарып, тіл сындырып аяз жаттаған. Иекке сақал қойып, басына тақия киіп, бір күнде құдайшыл болып шыға келген. Жай кезде өзі ата болып, руға жүктеліп бөлінуге даяр, бәйге үшін қырқса кететін, батаға берілген шибарқыт шекпенге таласатын, қыңыр шалдар мешітке кіргенде медресе мектептің оқушысындай мүләйімси қалатын. Тізе түйістіріп намаз оқып, бір имамға ұйып, бір дұғаға қол жаятын. Құдайға құлшылықты, молдаға құрмет, мешітке зеттеп білетін жамағатының осы тұрысын бұл да ұнатушы еді. Сап түзеген картаң мөриттеріне сүйсіне қарайтын. Артында қалың сарбазы бар, сардардай өзі де көтеріліп қалушы еді. Бұл жолы да қаумалай қошеметші қауым отырғандай жан-жағына қоқиланып бір қарады да құбылаға бет түзеді. Бағанадан бері назар салғысы келмей, қақшақтап тұрған тұсқа еріксіз көз қадаған. Өңкеген көліктер шөккен нардай болып жатушы еді. Көшіп кеткен бе, көрінбейді. Жылтыраған шамдар да жоқ. Жер жұтқан базанталақтарды деді іштей. Көзін уқалап жіберіп, қайта қарады. Тесіле үңілді. Ары-бері шолды. Бәрібір ештеңе шалынбады. Бұлардың кеткені жөнделік, ал анау қайда деп ойлап үлгермей жатып жүрегі атқақтап кеткен. Көз шынысы бұлдырлап көмейіне запыран келгендей алқым ашып сала берді. Алқынып барады. Енді кідірсе тұншықтырғандай болған соң бар даусымен барқырай айқай салды. Азанды ызалана азбарлана шырқады. Сонау құлап совхоз тараған тоқырау жылдар тұғын. Ел сауда жасап, жол жағалап кеткенде тауға қарай тартқан. Қарақойынның аузынан қара суды бөгеп, қара тасты қашап, дермен салды. Бас жағына бал арасын апарып, бал шелек ұстады. Су дермен айналған сайын аппақ ұн емес қып-қызыл ақшаны төкті де отырды. Сары балдың да сапты аяғы марқа қозыға бағаланды. Қарақойынның іші аз уақытта мыңғыраған мал мен ызыңдаған араға толды. Бал мен малға үлкен ұл бас көз, ал дермен басына ақыл есі кемістеу туысқан інісін отырғызған. 4-5 атадан қосылатын жамағайын тұғын. Лағып сөйлеп, ләйліп жүргеннен жан баласына қиянаты жоқ. Шаруаға да бір кісідей мығым. Бірақ әріп түгіл ақша танымас, дүмбілес. Кейбір қулар теңгенің орнына тиын ұстатып, алдап соққан әуелгіде. Базар жағалап жүрген жетім қызда келіп, қасына қосқан соң барып, есебі түгенделді. Көп зама екеуінің некесін қиды. Ері дермен тартады, әйелі есеп қисап жүргізеді. Іс оңғарылғандай көрінген. Алайда келіп кетіп жүрген келеңсіз жайтты аңғарған. 2 жас ерлі зайыпты болып, бір шәугім шайды бөліп ішкенмен, жатар төсегі бөлек, қарым қатынасы салқын. Жас келіннің жүзі сынық, әуелгіде жайраңдап жүретін. Қазан ошақты бәйбіше де билеп төстей шаруасына кеуделеп ақ кірген. Соған қарап, 2 жарты бір бүтін болды ау деп, сырттай көз қуантып, көңіл семіртіп еді. Ендігі кептің мәнісін ұқпай, бірер апта сұраулады. Қара жұмыста апырып-жапырып жіберетін. Інісі қараңғы түссе, қайрат көрсете алмай, жүрген көп ұзамай сезіп білді. Еркектігін қайда деп 2-3 рет
қайрап жіберген, бірақ ештеңе тыңдырмапты. Қалай болды деп сұрағанына жауап берместен сұрақ белгісінше екі бүктетіліп сүмірейген. Қазымырланып қайта жанымаққа ниеттенгенде бала ұқсап ыржалақтады. Ынжық неме. Күндердің күні келін кетеміне басты. Ызыңы көбейіп бара жатқан соң, дерменшіні сақпанға көмектесіп қайт деп, балшелектегі баласының үйіне жұмсап жіберген. Дерменді сол күні өзі тартты. Ақ есегін қыдыңдатып дерменге жиі баратын. Ол барған күні дерменші үшін балшелекте жұмыс дайын тұратын. Келін де кетемін дегенді қойған. Бірін-бірі қуалап ай күн төбеден ауып жатты. Қарақойынның суы да арғағынан жаңылмай ағып жатты. Бірақ бір күнде бәрі бұзылды. Ақ есектің мешіттен гөрі дерменнің айналасында көбірек арқандаулы тұратын әуелі жұрт әңгіме қылып жүрді. Жасынан жақсы аты шыққан молданы жамандыққа ешкім қимайды әйтсе де, дермендегі жұмысын сылтауратып, бірер рет мәуліттен қалып қойған. Тойдан кешіккен сәттерде сөз қылатын да басылатын. О тоба, адам жасы келген сайын бұл дүниенің тірлігін ұмытып, о дүниеге дайындалушы деуші еді. Біздің Молдекеңді керісінше шықтау, тым шаруақор болып кетті. Қашан көрсең, дерменнің түсімін күзетіп отырғаны, не жетпейді екен деген пендеуи күңкілден араспаған. Бар бәлені бүлдірген дүмбілез дерменшінің өзі. Келінді көжеге тойдырдың бей деп сұрайтын ауылдың еріккен зеріккендеріне ыржыңдап жауап беріп құтылып жүрген. Талдырмаш келіннің тойған қоздай томпаңдап қалғанын көрген қулар одан ары қазатын. Қалай екен, қалай болды деп қажайтын. Сондай бір қылжақ басқа, білмеймін, атам біледі деп дәлгі. Сезік алған адам сетінеген жіптің ұшын жіберсін бе? Тігісі сөгілген жерден ары қарай тарта берген, тарқатып көрген. Сөйтіп, дүмбілездің дым бітірмегенін біліп қайтқан. Таудағы дерменнен бір қапшық үнмен бірге бір қоржын өсекті алып қайтқан. Сол сәттен бастап дерменнің тасы кері айналып сала берді. Қарақойынды тастап Қарасарайды қоныс қылғанына биыл 6-шы жыл. Бар дүниесі бір көлікке сыйып кетті. Екі ұл өлімші қылып сабап, дерменнің астына байлап тастаған жерінен құтқарып қалған ағайын туған иен даладағы қыстауға көшіріп әкелді. Бәйбішесі мен балаларынан аз-маз қой, ешкі, сауын, сиырды тартқандай қылып алып бергенде солар. Айы күніне жетіп отырған бұрынғы келін қазіргі әйелі көп ұзамай босанды. Кіндігін өзі кесіп азан шақырып атын қойды. Қарасарай көптің қыршаңқы сөзімен табалаған көзіне сақтады. Молда сөйтіпті, молда бүйтіпті деген жел сөз жеткенмен ешкім келіп бетке баспады. Жапан түздегі жалғыз қыстауды қалай ұмытса, келінің көрпесін көтерген имамның ісінде жұрт солай ұмытқан. Бірақ өзі ұмыта алмады. Есіне алған сайын бір суынды. Дермендегі алғашқы түні жүрегі атша тулап, қаны суша зулап, рахат пен мехнатты қатар кешкен. Шабан торыдан кейін жарау байталға жайдақ мінгендей тақымы құрғыр жайлықты сезінуін сезді ғой. Дегенмен сол лып етпе сезім жалп етіп тез сөнді. Келінің кеудесінен ауып түспей жатып, көңілі ел көшкен жұрттай құлазды. Шекараның арғы бетіне өткен бозбала шағында талай кербездің төсін мыжып еді. Қазақтан бөлек ұйғыр, қырғыз, дүнген, сібенің сұлуларын шөпке ұнатып кете баратын. Әрі сол шөпке ұнаған шөп желкелер көп уақыт өтпей өздері іздеп келетін. Күйлеген құнажындай сүйкеніп, көзін сүзіп дегбірді алатын қайтесің. Ондайларға бірде көл, бірде шөл. Тәбеті шапса тағы бір дәм татады, шаппаса ол да жоқ. Бір құдықтан бірер мәрте шөл қандырған соң-ақ жерініп, кербұғыдай кекіретінде қалатын. Ал лайланбаған тұнық, мінілмеген асау көрсе бітті, бейбас көңіл бой бермей жұлқынады, аласұрып алқынады. Атқанын құлатып, алысқанын сұлатып барып жаны жай табады. Соның бірінде мұным қалай болдау демеген, керісінше жау түсірген батырдай масаттанып, түнгі қызықты қатар құрбысына еселеп айтып мақтан қылатын. Шекарадан бері өткелде сыбағасынан құр қалған жоқ. Бүйірінен мытып жібергенге қағынған шешектеп қылмың ете қалар келіншектер аз кездеспеді. Тек Құранды қолға алып, Құдайдың сөзін сөйлегелі, жүріс-тұрысына түбегейлі қарауыл қойған. Көңілі бұзылып тұрса да, бұрымдылардан көз қашырып сөз тізгіндеп дегбірсізденетін. Дағуат тілеген жамағатқа да дүниедегі ауыр күнәнің бірі зина екенін көп тәптіштейтін. Оны айтқан сайын өзінде бас көтеріп келе жатқан нәпсінің арынын басып қойушы еді. Бірақ махаббат іздеп аласұрған есерлік те еркелігін қоймады. Қайта-қайта басын қылтитып бар екенін білдіртіп, шайтаны ойлар имани пейілін келемеждей беруші еді.
бір мәулетте қарсы бетке жайғасқан жесір әйелдің ойнақшыған көзіне қараймын деп оқып отырған Құраннан жаңылғаны бар. Ол бәлекетте бірдемені сезгендей кесесін алып, бәрін жинастырып, қызмет көрсеткенсіп бәйек қақты. Талай еркекті тұзаққа түсірген әккі неме, ертеңіне дем салдырамын деп, екінті мен ақшамның арасындағы апақ-сапақты алып ұшып жеткен. Суды қамшымен бір салса із қалмас деп алып ұруға бір-екі рет оқталды да тоқталды. Бірінші жаратқаннан қорықты, екінші біреу кіріп келетін елегізетін. Сол күні кешкілік құр тулақты умаждаған иттей кемпірін әурелеп қара терге түсіп еді. Бұл жолы нәпсі құрғыр сонау бір бозбала шағындағыдай сыңар езулеп кеткен. Өзде тізгін тартқаннан гөрі қамшылағанды қолай көріп тұрды ма, кім білсін. Болар іс болған соң күнәһар кеудесін әзер көтеріп ақ есекке бұтартқан. Диірмен мен ауыл арасында қараңғы түнде ұзақ жүрді. Жол бойы өзіне өз түртіп жеді. Тымпиып үйге кірді, тымырайып ұйықтады. Ертеңіне ғұсыл құйынып қайта-қайта тәубе намазын оқыды. Жайлаудан бір бұқаны алдырып, кем-кетікке садақа қылып үлестірді. Мұның не деген ешкім жоқ. Өзі де сыр ашпады. Содан кейін ғана аздап жеңілдегендей болды. Қодекең кең ғой, ана жаққа барғанда есептесе жатармыз деп іштей өзін жұбатқан. Осымен тоқтармын деген. Алайда арада ай өтпей-ақ ақ есектің басын диірменге қайта бұрды. Апта аралатып тағы соқты. Содан кейін келесісі, келесіден кейін келесісі. Бірте-бірте бұл барыс келіс әдетке айналды. Ақ есекте үйден шыққан бетте тауға қарай темпеңдеп тартып тұратын. Ол да дәндеп алған диірменнен артылған кебекке барған бетте бас қояды. Ал бұл келіннің дәміне. Қара аспанды төндіріп, түтіп жейтін кінәмшіл ой бастапқыда біраз қиғылық салып, ар ожданын қажаған. Кейіннен ол да ізім қайым жоғалды. Ол жоғалған соң ұятта қашқан. Ет өліп ақыл көнген. Келін де қымсынуды ұмытты. Келсең кел деп керіліп, өзімен арбап шақырып тұратынды шығарды. Жүзі шырайланып, бітімі толысып, сұлуланып кеткендей көрінетін. Бірте-бірте оның да бетінің қытығы кете берді. Бетінің қытығы кеткен сайын белі жуандай берген. Ақыры бір күндері ақ есек кебекке күпті болып, келін балаға жүкті болды. Шақшадай бас шарадай сәлдеге симай ала сүріп еді сол күндері. Кемпірінің о бастан діні қатты болатын. Аталары ел сұраған тек дәулеттен емес пе? Көріңде өкіргір, өспегір, өнбегір деп жаман қатындарша бажылдап, қарғап сіленбеді. Бұл дүниеде кеше алмаспын, іргеңді аулақ сал деп сазарған. Содан жібіген жоқ. Сыртқа білдірмесе де шалай-дүлей болып, яттың отына өртеніп тұрғанын аңғарды. Ал балалары естіген күні ат ойнатты. Екеу апақ-сапаққа еліріп жеткен. Үлкен араққа тойып алыпты. Келе сала кеудеден тепті. Шалқалап құлағанын біледі. Ажыратпақ болған кенжесінің даусын естіген. Одан кейінгісі бұлдыр сағым. Сарылдаған суға малынып, дүрілдеген диірмен астында жатқаны еміс-еміс естінде. Бір көзін ашқанда Көшкімбайдың көк жигулине теңселіп барады екен. Кезінде бұл жігітке жақсылық өткен. Совхоз директорына айтып жүріп, ауылдағы жанармай қоймасының меңгерушілігін алып берген. Сонысын ұмытпапты. Күллі жұрт бетін құрсын қара бет деп жатқанда теріс айналмаған осы ғана. Ағайыны болмаса да қазір бұдан жақыны жоқ. Көк мәшинесін шаңға көміп 2 айда бір соғады. Қой ешкісін бұлдап, сатып қант шайын жеткізіп береді. Құр келмейді, ауылдың бар жаңалығын бөктерге келеді. Бір келісінде Өзбектің Әндіжан, Наманган шәрінде білім алған жас жігіттің имандыққа тағайындалғанын айтып еді. Сүлесоқ тыңдаса да, жан дүниесінде бір жарылыс болған. Үй іші қара көлеңке болып, Көшкімбай сезбеген шығар. Әйтпесе іштегі от ду етіп бетке шапқан. Бұл дүниеге келгеніне азан шақырып, ат қойып, кеткеніне имам үйіруге жарайтын біреудің табылғанына қуанғанын, әлде қапаланғанын байқатпай, жөн деп ерін ұшымен. Сол күннен бастап алыстан қара көрініп, шаң шықса елегізіп жолын тосуды тоқтатты. Осы қазір әлдегім жетіп келіп, мәулітке ала жөнелетіндей дегбірсізденетін еді. Ара тұра оны да қойды. Сенімен бірге береке кетті деген тағы бір келгенде Көшкімбай. Берекені ала кеткен жоқ шығармын деп сөз аяғын сұраққа тіреп тоқтады. Көмбеш нанды қаймаққа малып күйсеп отырған Көшкімбайға да керек осы еді. Диірменнің тоқтағанын, аралар қырылып, балшелектің балы сарқылғанын, екі ұлдың бірі көше таптап сенделіп, екіншісі әлде бір байдың жалшысы болып малын бағып кеткенін, арақ ішетінін, қатын төркініне жиі кететінін сампылдап айтып шықты. Өзін жақтап, балаларын даттап отырғанын ләммен аңғарды. Оларды табалаған рай байқап, солай боларын білгенін дегендей гәп сезді.
Бүйтпесе көшкінбай бола ма? Бұл жолда өзіне керекті сөзді айтып отыр. Ешқандай көлгірсімей, көңілдегіні ақтарып отыр. Шатаққа ұрынғанда ақ-қарасын ажыратып жатпай, әу баста өз жағына шыққан әлі табанын тайдырмапты сабаз. Нағыз дос осындай болмақ керек емес пе? Кінәлі екенімді біліп отырса да, жауға бергісі жоқ деді ішінен. Қомпылдап сөйлеп қорбаңдап жүретін Көшкінбайға іштей разы болғанмен, естіген жаңалығы жанына жаға қоймады. Көк жегулейді көзбен ұзатып тұрып, ауыр күрсінді. Сенімен бірге береке кетті дейсің-ау, сен бала. Бәлкім сол берекені кетірген мен шығармын деп күбірледі. Күні бойы дөңбекшіп ұйықтай алмады. Ертеңіне қамыш деген жыландай күні бойы бүктетіліп жатты. Түсінде түс көрген екен. Өңі секілді қызық түс әлде ойым екен. Көк ала, көк шаңқылып, Көшкінбайдың көк мәшинесі келіп тоқтайды. Іші толы адам, алдында қасқайып кемпір отыр. Артқы орындықта бала шағасы түгел. Тіпті Қызылордаға ұзатылған үлкен қыз да жүр. Бәрі жамырап түсіп, жарқылдап күліп жүр. Дым болмағандай о тоба. Үлкен қыз жүгіріп келіп, елден бұрын құшағына қойып кетті. Алматыға іссапармен бара жатырмын. Ауылға соқтым, сенің шаңырағыңнан да аттап кете алмадым дейді, жыламсырап. Бала күннен бауырмал еді байқұс. Бәрін ертіп келген осы болды ғой деп топшылады. Екі ұл еменшектей басып келіп қолын алды. Істеген істеріне ұялып қипақтап тұр. Абыр-сабыр басылған сәтте кемпірін іздеді. Көліктен түспепті әлі. Қасына тақай беріп еді, әй шал, деді әмірлі үнмен. Мен жолға жиналып отырмын. Мал жан саған аманат деген даусын одан сайын зорайта. Неге, қайда деп сұрай берген сол еді, есікті тарс жапты. Әлде бір дыбыстан оянып кеткен. Қайда деген меңзең күйінде айқайлап. Өз даусы өзіне үрейлі естілді. Басын жастықтан көтерген күйі өң мен түстің арасында бір қауым отырып алды. Есін жиған шақта жан-жағын бағдарлаған. Бірдеңе дүрс-дүрс етеді. Кеудесін тоқпақтаған жүрегі ме әлде алшаңдай басқан адамның жүрісімен ажырата алмады. Анандай жерде пысылдап ұйықтап қыз жатыр. Арқа тұсы ашылып қалыпты. Есік көзіне тұтылған перде бейбішінің борбайындай мың бұралып тербеледі. Аттып тұрып терезеден үңілген. Қою қараңдықтан ештеңе байқай алмады. Бұрышқа қойылған аспалы шам болар-болмас сығыраяды. Ала салып сыртқа шықты. Иттер құбыла беттен қайтып келеді екен. Адам ба, аң ба, әлде мал ма екен? Әйтеуір біреуі улап-шулап шығарып салған анық. Иесін көре салып қайта күшке мінді. Енді келсең, әуселеңді көрсетемін, антұрған дегенді әупілдеген үндерінен таныды. Атаңа нәлет деп тістенді. Сол ғой, сол деп кіжінді. Асығыс үйге кірді. Дүңкілдете басып түпкі бөлмеге өтті. Төрде дөңкиіп әйел жатыр. Теріс қарап бүркеніп алыпты. Атаңа нәлетті бұл жол ішінен айтты да шығып кетті. Біразға дейін көзі ілінбеді. Әр нәрсе есіне түскен. Әлгінде көрген түсін неге жорырын білмеді. Ол туралы ойланайын десе ашық қалған есіктің жайы жанын кеміріп көңілге алаң кіргізген. Аспалы шамда қараған сайын келекетіп тұрғандай құбылады. Түнімен көз ілмедім. Кімнің келіп кімнің кеткенін сен емес мен білемін дейтіндей қоланады. Бұл үйге ұрланып жел ғана кіріп жүрген жоқ. Есіктің пердесі ғана желбіреп тұрған жоқ дегенді айтқысы келе ме? Қалай? Сары сайтан деді тістеніп. Жүгіріп барып шамның шынысын көтере салды да үрлеп келіп қалды. Жалп етіп жарық сөнді. Үй ішін қою қараңғылық жапты. Жастығын бауырына қысып, булығып, ұзақ жылады. Көп ұзамай кемпір қайтты. Айналдырған 2 айда дегенде дерт алып шыққан. Көшкінбай бір келгенде Алматыға кетті. Бауырында ісік бар деп еді, екіншісінде хабар алып келді. Көптің табалаған көзінен сумаңдаған сөзіне еменсе де жаназаға қатысып, жұрт қатарлы топырақ салды. 7-сі мен 40-ында да беттің арын белге түйіп бата ішінде болды. Келдің деген, кеттің деген ешкім болмасал да сүлдерін сүйретіп басынан аяғына дейін жүрді. Көшкінбайдың көлігіне мінгелі жатқанда үлкен ұлмен көз түйісіп қалып еді. Әлдене дегісі келгендей сыңай байқатып бері қарай жүгіріп барып іркілді. Не демек болды екен деп жол бойлы ойланды. Кескіні көз алдынан келбеңдеп кетпей қойған. Бұрын жынттай боп жылтырап жүретін қазір иығы қушиып, аш бөрідей азып кетіпті. Қыздың артынан ілесе туған ұлы емес пе, еркеле өскен. Шал кемпірге тән болды. Мектепке барғанша әжесінің қойнында жатты. Біреу тиіссе атам айтам деп айбат шегетін. Бұл үй менің үйім, кетіңдер бәрің деп бұрқылдайтын. Оның бұл қылығына әсіресе атасы риза болушы еді. Басқалар да күлетінде қоятын. Сол мінез өзгермеді. Шал мен кемпір қайтпас сапарға кеткен соң аздап жақындағандай болды. Десе де арадағы салқындық жылмады.
Өзгелері мама папалап жатқанда ол көке жеңге деуден танбады. Мектеп бітіріп бірер жыл көше тоздырып тентіреп жүрді. Қарақойынның ішінен дермен салып бал-шелек қойғалы сонда барған. Моңғолиядан көшіп келіп совхоздың қойшысы болған Тұрдақын деген керейдің қызымен көңіл қосып отау құрды. Екеуі бірінен бірі өткен. Малсақ бастапқыда мал мен балдың дәмін алып, шырғасын шығармай өсіп өндірген еді. Бұл Қарасарайға көшкенде жүздеген аса қой ешкі, бір үйір жылқы, 30 қаралы сиыр қалған. Солар қайда? Елге жалшы боп жүргені қалай? Шешесінің жаназасына да қорасынан бір қара шығара алмапты. Сатып сойған. Құнажының еті олқылау түсті. Айтпақшы, керейден алған келіні мен одан туған немерелерін көрмегені қалай? Келді ме келмеді ме деп танымай қалды ма? Әй, келмеген-ау, келсе балалар келіп амандасар еді ғой деп күбірлеген. Даусы қаттырақ шығып кетті ғой деймін. Ойқы-шойқы жолда көлігін ортекеше ырғытып келе жатқан Көшкінбай естіп қойды. Не дедің? Келінді айтам. Қай келін? Бір келінді қатын қылып алған жоқсың ба деп шиқылдап күлді. Ежелден сен деп сөйлейтін жездесіндей қалжыңдасатын. Әй, сандалма, Тоқтардың әйелін айтам, көрінбейді ғой сол бала. Өй, ол кетіп қалғалы қашан деп даусын созды. Кеткені қалай? Түбегейлі ажырасып кеткен бе? Иә, екіншісін алды ғой. Білмейсің бе? Қазан ошақ жақта ыздиып жүрген ана бір жуан қара келіншекті көрген шығарсың. Сол су жаңа келінің. Әй, осы қатын құмарлық сендердің тұқымдарында бар. Балаң да өзің секілді қатын шыдатпай жүр деп, Көшкінбай өз-өзіне разы болып кеңкілдеп күлді. Тә, жоғалар деді зілсіз ғана. Ол да кеткен екен ғой. Шынымен берекеміз кеткен екен-ау, кетірген екен мынау деген, ішінен тынып. Тереңнен тартып ауыр күрсінді. Атар таңмен таласа шыққан азан даусы алысқа кеткен. Түнмен шабалана үріп шаршаған иттер қайта бас көтерді. Бұл жол үрген жоқ. Жатқан орындарынан тұрмастан қыңсылап ұлып берді. Жамыраған жамағаттың сықпытын тіксініп қалды. Бүйтіп ұлымаушы еді ғой бұл жазғандар. Не қарабасты деген ой, сәлделі басын селкілдетіп жіберді. Құбыла бетке қайтадан көзін тікті. Ештеңе көре алмады. Көзі жасаурап тынысы тарылды. Азанның соңғы қайырмасын әзер айтты. Ілбіп басып үйге беттеді. Кебісін есік көзінен қалдырып, жез құманды пештің желкесіне ептеп қойды. Бұрышта бүркеніп жатқан қызы әлі ұйықтамаған секілді. Тықырды естіп басын көтеріп алған. Ата, апам келді ме? Не дейсің? Апам қашан келеді? Келеді әкем, келеді. Келгісі келгенде келеді деді. Басқа айтар сөз таппағандай сасқалақтап. Шам жағып түпкі бөлмеге асығыс өтті. Теңселе басып терезе алдына барған. Дала алабөбектене бастапты. Газ құбырын тартушылардың шатыры көрінбейді, ізім қайым жоқ. Сұмдығай деді. Күнде осы уақытта ырду-дұрды болып жатушы еді. Сығырайған шамдарда түні бойы өшпейтін. Жер таптағандай құбыла бетке жайғасып, алғанына қынжылған әу баста. Намазымды нақұрыстарға қарап оқитын болдым ғой деп талай рет сырттарынан сыбаған. Енді міне, жоқтап тұр. Олар демес-ау оны. Әлгі қу мойынның жылмыңдаған көзінен, жымиған күлкісінен, ұрит секілді жымысқы жүрісінен шошып еді. Келіп кетіп, мұның барып келіп жүргенінде сезген, бірақ өзі сезгенді жан баласына сездірмеді. Соңғы жылдары төсекте қайрат көрсете алмаған рас. Бірер мәрте аяғына жетпей атынан ауып түскені бар. Соған өзін кінәлі сезінген. Некелі жардың күнәлі жүрсін тежеп, тәйт деп тыйым салмады. Жастық желікте бұзаулы құнажын бұйдасын үзе қоймас деп іштен тынған. Енді міне, шынымен деді, қалтырай тіл қатып. Шынымен де кеткені ме? Қолына діріл жүгіріп жүрегі атша шапты. Терезе алдында қаттап жинап қоятын жайнамазына көз түсті. Сарғыш түсті матаның бетінде бірдеңе ағараңдайды. Алып қарап еді. Бір жапырақ қағаз екен. Шам жарығына тақалып көбірлеп оқыды. Қалбалақтап жүріп жайнамазын әзер жайды. Жапан түздегі қыстауда жалғыз қалған қаршадай қыз жылай-жылай ауылға жаяу тартқан. Ағайын туған молданы ақшамның әлетінде жайнамаздың үстінде жатқан жерінен тауып алды. Әйелі жазған бір жапырақ қоштасу қағазы уысынан шығыпты. Әңгіменің соңы.